Енді қазіргі мен болжалымды айтайын. Қазақстанда жуырда Қытайдың армиясы, Қытайдың тыныштықты сақтау армиясы ресми түрде ашық формасымен, Қытай азаттық армиясының формасымен іске кіріседі. Қытайдың 55 зауытын Ақтөбе, Ақтау, Орал, Қызылорда, Шымкентте Қытайдың мұнай, газ кеніштерін қорғайтын арнайы армия жүйелі түрде, заңды түрде, сол ұлы көсемдерінің ұсынысыменен, мойындауыменен ресми түрде Қытайдың кеніштерін қорғайтын Қытай азаттық армиясы кіреді. Бірінші басқышта олар Қазақстан қорғаныс министрінің сыртқы формасын, яғни Қазақстан армиясының формасын киіп, бастарына дулығаларын киіп, Қытай екендігін жасырып, бір ауыз сөз сөйлемей мылқауадан босап, біраз уақыт жүреді. Артынан ресми түрде өздері қолдан бірнеше жарылысты ұйымдастырып, өздері жарылыс ұйымдап, ресми түрде Қытайдың зауыттарына қауіп төнгенде Қытай шетелдегі зауыттарын қорғауға мүдделі деген өздерінің қабылдап қойған заңдарыменен Қазақстанмен қол қойып қойған келісім шарттарының аясында өздері ресми түрде кәдімгі маскадарын жыртып, басындағы дулыға каскадарын шешіп, Қытай азаттық армиясы сол нысандарын қорғайды. Екінші, Астана, Алматы қаласына Қытайдың полициясы, қарулы армиясы ресми түрде кіреді. Қазақстанда бірнеше терактілер тағы жалғасты болады. Сол терактілерден кейін Шанхай ынтымақтастығы ұйымы аясында Қытай армиясы Қазақстанда болған бірнеше терактіні тыныштандыру, сол анау мынау деген мәселені сылтауратып кіреді. Бұл біттің еді. Біттің. Себебі біздің билік қазір дірілдеп, қалтылдап, шошып отыр. Қашан халық митингіге шығып аударып тастайды деп отыр. Қазынада ақша таусылған. Ақшаның құнсыздануы максимал шегіне жетіп отыр. Алдағы келер жылдан бастап, тіпті 2022-нің ортасынан бастап, мұғалімдер мен дәрігерлерге айлық беру тоқтатылып қалуы мүмкін. 2 айда бір беріліп, 3 айда бір беріліп, ең соңында жоқ болуы мүмкін. Содан халық аштықтан, жоқшылықтан қырыла бастайды, өлім туылады, кәдімгі аштық басталуы мүмкін. Жаман сөз айтып жатқаным жоқ, жаман айтпай жақсы жоқ. Әрине бұндай оқиғалар туылмаса екен деп үміт етемін. Қазір Қытайдың жасырын фирмадары Алматы, Шығыс Қазақстан төңірегіндегі барлық малдарды сатып алып, Қазақстандағы ірі эскалаттарды, қоймаларды, суытқыш қоймаларды сатып алған. Олар сол малдың барлығын кәдімгі сойып, еттерін қоймада сақтап жатыр, немесе Қытайға жіберіп жатыр. Жемді жаппай сатып алып жатыр. Қазіргі сіздердің қолдарыңыздағы жем өтірік жем, уақытша қалыпты алдай тұру үшін. Келер жылдан бастап малға жем табылмайды, шөп табылмайды. Балқаш құрып жатыр, Іленің басын буып алды, Іленің басы Қытайда. Ертіс құрып жатыр, Ертісті Қарамай дейтін қаласына бұрып алды. Келер жылы Өскеменде Семей жақтан Ертіс ақпайтын болады. Балқаштағы судың өзін Қытайдың фирмасы келіп сорып жатыр, өздерінің бір химиялық зауытына пайдаланып Балқашты улап жатыр. Балқашта, Қапшағайда балық болмайды. Ендігіде қағыршылық жалғасады. Малыңа жем табылмайды, шөп табылмайды. Жемнің, шөптің бәрін Қытайдың фирмадары сатып алып, басып қойып, қолдан жем қымбатшылығын тудырады. Келер жылы ұн, бидай максимал қымбаттайды. Қазақстан халқы өндірген ұн мен бидайдың бәрін қазақ территориясында Қытайдың фирмадары скалатқа басып алып сақтап, Қазақстанда қолдан аштық жасайды. Ал ол фирмалардан ешкім қай жерде ұн барын, қай жерде күріш, бидай барын ешкім білмейді. Олар басып алып, бар астықты басып алып, қазақ халқын аштықты ұстайды. 31-33 жылы 4,5 миллион қазақтың сүйегі Ұлан-Байтақ қазақ даласында шашылып қалды. Сонда қазақтар жаман айтпа, жаман сөз ауыз садағасы, тайтары, Сталин аман болса құтқарады деп, сол құтқарады деп отырып қазақтар қырылып қалды. Орыстың пропаганда радиосын тыңдап, газетін оқып жүріп қырылып қалды. Ауыл-ауылымен, ру-руымен, тайпа-тайпасымен қырылып қалды. Сол момын қазақ қазірде сөйтіп қырылғалы отыр. Енді Қазақстанда Қытайға қарсы барлық қозғалыстар, туысын
Қытайда нақақ қамалғаны үшін құтқарамын деп арызданып жүрген қазақтар бәрі жанышталады. Тіпті енді жаңа жылдың алды артында сол Қытайда туысы қамалған қазақтар Қазақстан ұлттық арнасына сұхбат беріп, мен Қытай өкіметін қате түсініп жүріппін, менің інім шынайы қылмыскер екен, экстремист екен, сепаратист екен, террорист екен, Қытай өкіметі менің ініме қамқорлық жасап, менің інімді тәрбиелепті, мен Қытай компартиясына, төраға Си Цзиньпинге алғыс айтамын деп ұлттық арнада сөйлесе, таңырқамаңыздар. Қытайдан бәленбай қазақ көшіп келеді. Мына коронавирус аяқтап бүкіл ел екпелесіп, немесе бұл енді бар десе бар, жоқ десе жоқ зат қой. Сонымен болды. Коронавирус аяқтап қатынас қалпына келгеннен Қытайдан кем дегенде 10 мыңда 20 мың қазақ келеді. Қытай ұлттық қауіпсіздік комитетінің тапсырмасымен. Ол 10 мыңда 20 мың қазақ заңды түрде көшіп келіп, күні-түні ұлттық арнада 31 КТК-да Нұр Азаттықта сөйлейді. Қытай өкіметі жақсы деп мақтайды, елбасыларыңды мақтайды, ата жұртты жамандайды, Серікжан Біләшұлын жамандайды. Сөйтіп, Қытайда бәрі жақсы, мен тегін 3 жыл оқып келдім, ол концлагер емес, ол білім беру орталығы. Бұрын қарай нені бір жерге тұрды алмайтынмын, олақ едім, міне қазір мен аспазбын, міне бұрын техника машина жасай алмаушы едім, міне техника жасаймын, міне мен киім тігемін, міне мен осытып бәленбай Қытай кітабын оқып шықтым, Қытай компартиясы мені мүлде тегін оқу берді. Мен бұрын діни радикализммен уланып, сол әдебиеттерді оқып жүредім, міне Қытай компартиясы құтқарды. Міне мен бұрын сепаратист едім, мен тіпті бармаған қазақты Сирияға бардығып, ол сөйлейді. Я барды деп жаңа өзінің барғанын айтады. Ол сөйлеп, мені Қытай компартиясы құтқарды дейді. Мен Ауғанстаннан Қытай компартиясы құтқарды дейді. Сөйтіп, бүкіл жаңағы туысы Қытайда қамалып отырған қазақтың өзі Қытай компартиясына рахмет, менің туысымды құтқарыпты, болмаса ол террорист болып кететін еді деп сарнайды. Қысқасы, келер жылдың басы және аяғы Қазақстан басы бүтін Қытайдың отарына Шыңжаң 2 деген өлкеге айналады. Тіпті Қазақстан өкіметі Балқашты ресми түрде, Балқашқа дейінгі жерді Қытайға ресми түрде сызып беруі мүмкін. Ал Ресей Қазақстанның солтүстігін алумен қанағат тұтады. Ресей мен Қытай бір-бірін онша жақсы көрмейтін осы екі империя Американың, Еуропаның қысымы алдында шарасыздан одақтасады. Ресей солтүстік ұстағанда мәз, тіпті қосып алуы мүмкін, аннексиялап алуы мүмкін. Ал Қытай Ресейге сен бұғанға дейін ықпалың жүріп тұрды, бірақ аннексиялап алған жоқсың, енді ресми аннексиялап ал дейді де, Қытай Балқашқа дейінгі жерді аннексиялап алу.